Ассаламу алейкум, құрметті бауырлар. Ражаб айының, яғни Ережеп айдың 26-сынан 27-сіне қараған түні Миғраж түні деп аталады. Бұл түннің ерекшелігі пайғамбарымыз алейхиссалам осы күні, осы сәтте түнде Миғражға көтерілгендігі бар. Бұл туралы ұстаздарымыз, имамдарымыз көптеген уақиғаларды толығымен айтып жатады. Жалпы Миғраж уақиғасы бізге берері көп. Пайғамбарымыз алейхиссалам ол күні Алла таманынан 3 сыйлық алады. Біріншісі 5 уақыт намаз, екіншісі Бақара сүресінің соңғы аяттары, және үшіншісі Аллаға серік қоспаған, үлкен күнә жасамаған әрбір адамның барлық күнәларын Алла тағала кештім деп айтады. Осындай керемет сыйлықпен түседі. Ендеше Миғраж сіз бен бізге бірнеше нүктелер берсе керек. Соның біріншісі рухтың денеден биік екендігі. Екіншісі бұл әрбір мұсылман адамның миғражы ол жай намаздың үстінде болатындығы. Және үшіншісі ол осы миғраж уақиғасынан біз шынайы қиыншылық уақытында, пайғамбарымызға бұл уақиға қиыншылық уақытында түседі. Әрдайым көтерілу бар екендігі, яғни қиыншылықтан кейін жеңілдік бар екендігі нұсқалады. Ендеше осы алда келе жатқан миғраж түні құлшылық ғибадатпен толтырсаңыз, көп намаз оқып, Бақара сүресінің мәніне соңғы аяттарын оқып, көңіл бөлсеңіз екен, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұл аяттарды керемет деп суреттейді. Ол мағынаға, руханиятқа керемет бай аят. Және де білсеңіз екен, сіздің біздің миғражымыз бұл жай намаздың үстінде екендігі, және де дененің күнделікті сұранысынан гөрі рухтың сұранысы жоғары тұратындығы бізге сабақ болады екен. Сауда, саламат болыңыз.